арайланып алдымыздан там келіп, бола берсін жақсылықтары жаңғырып, Құдай қаласа бүгінгі Оразгелді мен жетімдердің құдалығы мәңгілік болсын деп бір ту қол шапалағып қошеметтеп қойсаңыз. Енді ағайын енді айып етпеңіздер, мына жерде мынау етікпен бөрікпен шықты десеңіздер, өйткені әркімнің өз мамандығы бар. Жалпы біреу шабандоз, біреу милиция, менің Жомарт екеуміздің ақылдасуымыз бойынша әркімнің өз мамандығымен осындай формамен шығайын деп келіскен жайым бар. Бүгін енді шабандоздың беташарында осындай етікпен бөрік кидім. Милицияның беташарында да осындай форма киіп шығама милицейский. Ең қиыны уролог пен гинекологты қиын болып. Ағайын той құтты болсын, той қаласын. Пейілін абысындар қыспайды екен, көп алдында өзін еркін ұстайды екен. Абысын деуге аузын қалай барады екен, реңдері де фигуралар да бір-біріне ұқсайды екен, молодец. Пейілі бар бұлардың да тарылмаған, Оразгелді жалауын ұстап алға міне жалындаған. Сен сияқты келін болып түскен кезде, жіңішке осы жаққа келіп қалыңдаған дейдіресің ба? Елден бүгін ағайын батап тұрсын, дебеші маған нәғып шатап тұрсын. Құлағыма айтасыз жаным інім, нәғып сонша арт жағына тағап тұрсын. Риза бұл көкпарына қаламыз ғой, әуелеп әнді талай саламыз ғой. Дәу көкпар болса егер осы жолы 100% Қалымжан мен Жомарт салат деп барамыз осы көкпарға. Айтаныма жүк менің келсема, кеңінен жайладың өрсема, мына жеңшем қатты шапада құрып жатыр, ақырын салса Жомарт өрсе ма? Талеке сізге міне 20 мың қой, $100 бермесеңіз жараспайды. Жаман жерде жастығы жасталмады, жаман көкпар еш уақытта тасталмады. Қалымжанды қинасам шықпай отыр, пока міне той көкпарлар басталмады. Жаман күнде дегенмен қауышпашы, демеймін көкпарым әрқашанда ағайын қауыспашы. Шапада бұрайықшы жаман қалиға, ойнақ біліп ойнақта қауысташы. Жаман қали өтініш мен атыма, мінген кезде Қалымжан қауыспашы айналайын. Қалайша көңіл жүргін сыйланады, шақырса жақсылыққа ағайын дос жиналады. Қалымжан мен Жаманғалиға бәрі бір ғой, арт жағында Жомарт пен Мадияр қиналасын. Мадиярдың да бағы Жаманғали мен жанған екен, Мадиярға сөзімді мен жанда бөтем. Мадияр бұлайша простой бала болған менен, шешіндірсең денесі бандам екен ғой. Бұның бәрі шетінен жақсы адам ғой, бұл ағаларды ел өзі мақтаған ғой. Түркістандық Аманжол Саңғылым бар, комиссар деген қатты қазақ мақтаған ғой.